мысың Айнұр құрдас адуынды, біздердей мұсылманға сабыр үлгі, жалыңнан ұстатпайтын асау едің, жайлап басып көрейін тамырыңды. Екеуміз көптен бері айтыспа бек, сондықтан бұл айтыстың мәні құнды. Жаныңды жаралап жүр жас ақындар, басам деп Айнұр сенің арыныңды. Жас бөрілер анталап жан жағыңнан, әдет қылып алыпты жабылуды. Қыз күніңнен бір көскен мен болмасам, өзгелер түсінеме қадіріңді. Көн қатса қалыбына деген бар ғой, Айнұр қыз жаңа таптың қалыбыңды. Су мұрын балалармен салғыласып, тауыстың төзіміңмен сабырыңды. Көзіңнің оты сөніп барады екен, байқадым соңғы кезде қарымыңды. Баяғы жас күніңді еске салып, тұтатып жіберейін жалыныңды. Әгигәгім, әгигәгім ай. Атыңнан айналайын Айнұр ақын, алашқа етіп жүрген әйгілі атын. Жастармен айтысқанда жаны кіріп, айламен тұғырынан тайдыратын. Айтыста шалдардың да тілін тауып, шығарған айтақынның айғыратын. Фейсбукта қауымға ақыл айтып, Твиттердің аулында ой қуатын. Неше түрлі тамақтың суретін сап, әлеуметтік желіде той қылатын. Жұрттың бәрін жарылқап жүрсе дағы, құрдасыңа түрің жоқ шай құятын. Қазақстан арнасын асхана қып, ас болсын деп көңілді жай қылатын. Сан түрлі тағам жасап, тәбет ташып, аузымды жемесем де май қылатын. Жарықтық уәдешіл үкіметтей, халықты екраннан тойдыратын. Әгигәгім, әгигәгім бай. Тамақты айтып шығасап, бастама досым егеске. Жүрсін ағамыз айтқандай, ұсақ түйекті сөз қылмай келейік дұрыс кеңеске. Әселхан апам секілді, бір қолымда оқтауым, бір қолымда домбырам, мұным дел артық деместе. Әйелдің жүрген тұрғанын көп сала берме сен еске. Ақын емес пен есі бар, таңғала тұғын несі бар. Асхана деген әуелден әйелдің орны емес пе. Айтсадағы бұлай бек, мақұлдап жұртым жөндейді. Қарыны тоймай жүргендей, экраннан тойдырасың деп бұл неге мені тергейді. Уәдешіл өкіметтей деп қазаны бөлек адамдай, не қайғы сені кернейді. Адамдар түгіл алаштың иті де аштан өлмейді. Өзіміз кеше көрдік қой, Каримов келіп таң санып, Нұрсұлтан нағыз ердейді. Ал Путин болса қызығып, Қазақстанның қойнауы байлыққа толы жердейді. Ал Атамбаев қазақтар көш бастап тұрған елдейді. Осыны неге айтпайсың, көрмейтін адам дөңкиген түйенің өзін көрмейді.
арықтап келген құстарда біз жақтан тойып жем жейді. Жақсының бәрін жаман деп, оңбай тұр мына заман деп, бар әлем сенген қазаққа бір айбек қана сенбейді. Байқаймын мына сайысқа, бес қаруыңмен сай кепсің. Сен осы түкті бүлдірмей айтыстан қашан жай кеттің. Мәз болып айтыс тыңдауға келген жұртыңды ойлеттің. Бастықтың бәрін қорқыту қанына сіңген айбектің. Айтам деп барлық шындықты, ашам деп небір сұмдықты. Шашын ағартып кетуге келдің бе ағаң Байбектің? Айтыстан мына қауым шөл қандырсын, ақындар ойлы сөзбен толғандырсын. Баукеңнің шашына қартып не қылайын, айтсам айтып қалармын енжар бірсін. Осы айтыстың өзіне әрең шықтым, бас тігіп Бекболат пен Ерман жүрсін. Бәйгеге қосағанның басын тігіп, Нұр Отанға тиісіп нем бар құрсын. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Байқасам телеарнада сабыласың, әрқашан сен эфирден табыласың. Әйелдің орнасқана білеміз ғой, сөзімдің ұқпадың ау мағынасын. Экранда аспаз боп жүре берсең, бір күн Айнұр одан да жалығасың. Одан да айтысыңа оралсаңшы, ол сенің ақын деген арыңасын. Онсыз да жайсыз жүрген журналистің нанына ортақтасып нағыласың. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Эфирден шықпай жүрсің деп, мен үшін жаның тоңды ма? Бекерге нан жеп жүрсің деп, айтқаның дұрыс болды ма? Айтыскерлігім, ашығым, жүргізушілік кәсібім, дипломды журналист едім, танитын оң мен солды да. Экранға шықса ақындар емес еді ғой зор күнә. Сол жақта жүріп білесің, көпенмен жүрсін ағалар қалдырған қанша мол мұра. Айбек ау өзің білесің, көретініміз жын ойнақ, далада қалды домбыра. Қай каналдашып қалсақ та, үндімен түрік кәрістер бермей тұр тіпті жолды да. Қазаққа үлгі болатын, кейуана жоқ па шығатын калянилердің орнына. Нанын жейсің деп сызданып, эфирді менен қызғанып, Айбекке сонда Айнұрдан анандай қымбат болды май. Бұл Айбек айтыс өнерін Астанада да дамытты. Евразияда ұстаз боп орынын ойып алыпты. Сонда жүргенде мырзағам бас-бастарыңа үй беріп, үстіңе шапан сый беріп, жанашырлығын танытты. Сол шапан менен бұл жігіт талай доданы жарыпты.
Al odan keyin Torgayın şakırıp aldı özünne akınımız dep dаңықты. Köp sipаған ау басыңнан шашың азайып қалыпты. Бұл Айбек декан болғалы қызметті ойлап қамықты. Көзіме таяқ тиді деп арбаке жаттай боп қапсың, сүйретіп жүрген қамытты. Нұр Отанда нем бар құрсын деп мысы басылып қалыпты. Баяғы Айбек қайда деп көрермен болса зарықты. Шындықты айтшы шыңдыртып, мынау түгі түріңнен ел түгіл Айнұр досың да жалықты. Қарамай декан көзімен, бұрынғы Айбектің сөзімен, Торғайың жайлы толғанып шулатшы мына халықты. Сөзіңе шапанымды түйін қылдың, демеймін бұл сөзіңмен қиын қылдың. Айтыс қалға шыққанда менгібедім, сол кезде Мырзекеңнің сыйын білдім. Көрген соң Мырзекеңнің шапағатын, жырыммен ел жұртымды сүйіндірдім. Ақсұңқар ақсақалдың батасы ғой бұл күнде, айтысымда биік жүрмін. Алайда биіктеген сайын Айнұр халқыма басымды әркез иіп жүрмін. Бос мақтанға семіріп кеуде кермей бір шапанның ішіне сыйып жүрмін. Айтқанын Аяз бидей бабамыздың көңіліме әрқашан түйіп жүрмін. Сен құсап көйлегімді сағат сайын ауыстырмай өзімді тыйып жүрмін. Мырзекеңнің көзі деп ақшапанды үстімнен тастамастан киіп жүрмін. Әгейгәгім, ай. Мырзекең жайлы сөздің жөндеуін айт. Бүгінгі тақырыпты меңгеріп айт. Айтыстың жауқарларын теріп алып 7 томдық шығарып бергенін айт. Мырзекеңнің кигізген бөзін айтпай, айтысқа жасап жатқан еңбегін айт. Әгейгәгім, ай. Өзіңше айтып қалдың Торғай қасын. Торғай десе көзіме толдай жасым. Үкімет арқалыққа жан ашыса елбасы айтқан нұрлы жолды ойласын. Бостандық деп әзбасын құрбан еткен ағаң мен жақаң туған төрді ойласын. Азаттық деп күреске алғаш шыққан Амангелді кейкедей ерді ойласын. Жерінің астындағы кенді ойламай, жерінің үстіндегі елді ойласын. Әгейгәгім, ай. Көрермен жолыққанда ойығатын, жөнім жоқ қошеметке тойынатын. Әлемде әділ халық қазақ қана әрістің ақ-қарасын айыратын. Дүниеде қазақтан жомарт ел жоқ, дұшпанға да құшақ боп жайылатын. Мәңгіліктен бет алдық, мәңгілікке жөнім жоқ, енді ешкімнен тайынатын. Тарихқа көз жіберіп құл санадан ағайын сәтің туды айығатын. Өйткені біздің тарих мәңгі тарих, әр тарауы 100 томнан қайыратын. Кіріспесі басталып әлмейсақтан, нүктесі қияметте қойылатын. Әгейгәгім, ай. Табатын тап бергенде табанда ақыл, Айнұрдай алтын қызың араңда тұр.
Айнұрдың өзі де алтын, сөзі де алтын, алашым алтыным деп алтынына балап жатыр. Алтын домбыра алам деп 3 жыл бойы ақындар бірін-бірі талап жатыр. Айнұржан, осы жерден тоқтатайық, саған айтар ақ тілек санамда тұр. Алтын домбыра өзіңе бұйырсын деп құрдасың шын ниетпен қалап жатыр. Мұсылман ер алтынға қызықпайды, түсінгенге сүннетте сауап жатыр. Қазақтың мендей қара баласына қарағай домбырада жарап жатыр. Әгейгәгім, әгейгәгім, Айбек досым қашаннан Айнұрдың боп жүр қорғаны, алтын домбыра алшы деп керемет өлең толғады. Өз қалтасынан берердей бар қазылардың атынан қызық қып сәлем жолдады. Ниетің үшін мың алғыс жетеді маған солдағы. Жырласын ғазиз жүрегім бұлбұлдай алтын тордағы. Бақ дәулет деген алдамшы жолаушы сынды жолдағы. Дүние деген құдай-ау кіремес беді қолдағы. Жер аман болсын қордалы, ел аман болсын ордалы. Алтыннан қымбат халқымның алғысын алсам болғаны.